Құрметті көрерменіміз, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жігітке жетеу өнерде аз дейді. Елімізде өнер жұлдыздарынан футбол құрамасы бар, өнер барысы бар. Енді таныс болыңыздар, алдарыңызда әнші актерлар емес. Одан бөлек бүгінде қонақта жұлдызды көкпаршылар келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Таныстырып өтейік мұны. Ақмола облысы көкпар федерациясының басшысы Сағи Амантаев мырза және өздеріңіз білетін әншілер, әнші Шахаризат, актер Азамат Асқарұлы және актер Жансұлтан Сәбет. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй керемет. Бүгін бір әнші актеріміз, көкпаршылар ұқсап отырсыздар ғой. Қалайсыздар, көкпар деп жатырмыз. Өнер жұлдыздарынан құралған. Елімізде көптеген қалаларда бар, қателеспесек, Алматыда да бар, Қарағандыда да бар. Ал біздің астаналық құрама қашан құрылды, қалай құрылды, кім құрды? Енді Азамат айтсын, осы дүниенің басқасында болған жалпы идеяның автор деп айтсақ та қателеспейміз. Тамаша. Бір жылға таяп қалды. Батыр Бекжігіт деген бауырымыз бар, осы біздің құрамада ойнайды. Сол бауырымыз екеуміз бір кездескен кезде көкпардың басында ойладық. Неге бізде бір өнер азаматтар жиналып көкпар тартпасқа? Неге біз өзіміздің ұлттық спортты дәріптемеске? Деп, қазір енді көп жағдайда өнер барысы деп атсы, өнер футбол деп атсы. Көп жағдайда танымал жұлдыздар, рейтингі бар әншілер, рейтингі бар актерлар жұмыс істеп жатыр. Сосын енді оған қарағанда біз де бір өзіміздің бағытымызды алып, рейтингіміз болмаса да көрінбесек те, бірақ соны қолға алайық. Қолымыздан келгенше бізде насихаттайық деп, бір жылдың аясында сол көкпардың ыңғайын жасап жүрген жайымыз бар. Көкпаршы болу үшін енді не керек екен? Бірінші қазақ болып болу керек деп ойлаймын. Бірінші қазақ болып тұру керек. Одан кейін екінші көкпаршы болсын, намыс керек қазақи. Намысың мықты болса, дух дейді ғой. Духың мықты болса, кез келген жерде мықты боласың деп ойлаймын. Тамаша. Тағы да өнер адамы дегенде жалпы Азамат айтып отыр ғой, сол қазір танымал адамдарды ақылды адам деп санайтын заман болды ғой. Өнер адамы деген мектептегі домбырадан немесе домбыраменен сабақ беретін ұстаз да өнер адамы. Ауылдағы мәдениет үйінде қызмет жасап жатқан жандардың барлығы өнер адамдары. Сондықтан да бұл жерде де кәдімгі актерлар, жақсы дәстүрлі әншілер қала берді. Асабалықты да енді кейінгі уақытта кәсіп болып кетті ғой, бірақ асабалықтың өзі өнер. Асаба азаматтар және де фотоаппаратпен видео оператор балалар бар. Оларды да кәдімгі үлкен академияларда, Жүргенов академиясында мысалы үшін арнайы оқыған, оқытылады мысалы, ол да бір өнер. Тамаша, осындай бір өнерлі жігіттерден құрама құрылды. Енді Сағи мырза, қалай дайындайсыз? Сіз өзіңіз жаттықтырасыз ғой? Иә. Тамаша, аптасына қанша рет? Дайындыққа келе ме уақытында? Дайындыққа келеді уақытында, енді әрқайсынан несіне қараймыз, уақытына қарап келіп тұрады балалар. Атты мініп тұрады күнделікті. Аптасына 6 күн мініледі, бір күн аттарда демалыс болады. Тамаша. Соның ішінде әр жұмада жаппай көкпарымыз шабамыз, жаттықтыру, соның бәріне балалар қатысып тұрады. Қарқымдары жалпы жақсы, құштарлықтары да мықты болып тұр. Сонысына қарап енді бізді үйретіп жатырмыз. 2 ойындары болды бір жылдың ішінде. Әжептәуір кәсіби деңгейде деп айтуға болады. Өнерлерін көрсетіп жатыр балалар. Тамаша. Ал енді қалай құрамаға адамдарды аласыздар? Барлық өнер азаматтарын алып үйрете бересіздер ме? Әлде бір атқа міну керек? Бар шығар мүмкін. Бұл жерден біріншіден махаббат керек. Атқа деген, көкпарға деген. Көп жағдайлар болған, алғаш құрылған кезде қаншама бауырларымыз келіп, бір күн қатысып, атқа мініп, андай паркте мінетін ұқсап, бір күн көрініп, одан жоқ болып кеткендердің қатары көп болған. Бірақ осы қазір Аллаға шүкір құрамамызда 12 палуанымыз бар. Одан кейін Досымжан ағамыз бар, тағатар өздеріңізге мәлім. Сол 12 баламен қазір артық кем жасамай, сол команданың жұмысын нақтырақ нығайтып жатырмыз. Тамаша, енді бұл 12 адам. Әр футболда, мысалы, шабуылшының, қорғаушының өзінің мақсат міндеті бар. Көкпарда қалай сондай бір стратегия құрастырыр ма? Дәл солай ғой, дәл солай. Шабуылшысы бар, қорғаушысы бар, жартылай қорғаушы, жартылай шабуылшы деген сияқты. Нападение бар. Сондай нелері бар. Енді бұл жерде көкпарға келген әрбір азаматтың өзінің көкпарға қалай келдің, неге келдің деген сұраққа жауап беретін жауаптары бар да, мысалы. Мен енді бала күнінен ауылда, біздің ауылда көкпар дамымаған, Торғай даласында бізде бәйге жақсы дамыған. Бәйгеге шаптық, атқа мінген, бірақ көкпардың маңайына барып көрмеген. Енді осы жерге келіп, Азамат пен Батыр бауырларымыздың арқасында осы топқа қосылып,
сол көкпарды доданы көріп ақырын зерттеп қарап жүрмін. Негізі өте қызықты, сондай керемет ойын. Деребен қозат. Делебен қозат, қазақ аттан түспесін, енді ем алып қайтамыз ғой қысқасы. Тамаша. Ал енді өздеріңіз айта өтіңіздерші, алғаш атқа отырып осы бір додаға кіргенде қандай сезімде болдыңыздар? Ол өте ерекше сезім болды. Біз ең алғаш Қарағандыға жарысқа баратын болдық. Ол кезде командамызда бар жоғы 8-9 адамбыз. Ең алғаш ойынымыз қобалжып, атты табы ол кезде Сағи-ағаларды да дұрыс алмаймыз. Содан бір кезде Алла қолдап Сағи-ағалармен жолықтырды. Бұл ағалар бізге спонсор болып, Қарағандыға аттандырды, КамАЗын беріп, ол жаққа бір кәдімгі бір құраманың ойыншылары ұқсап бәріміз аттандық. Соны ол жақта жігіттер күтіп алып, одан кейін ойын басталды. Ойынның алдында қобалжу ғой, енді бірінші рет неге додаға шығып тұрық. Командалы ойын деген бөлек 4 адамнан ойнаймыз. Содан алғаш салым салғандағы іштегі тебіреніс мүлдем кәдімгі. Эмоция басқа. Эмоция басқа. Салым саласың, елдің айқай шуы, қошеметі, бір Қазақстанды ұстап тұрған адамдай бір арқаң делебен болсын, керемет болды кәдімгідей. Енді бізде көп адамның көзқарасында жалпы көкпар тартатын адам денелі, білекті болу керек деген сияқты түсінік бар. Енді біздің Жансұлтанға қарап отырсыздар, көп адам қазір ойлап отқан шығар. Негізі ептілік керек ол жерде. Дәл осы жерде айтып кетейінші, мен білесіздер, оңтүстік Таразда көкпардың жақсы дамыған кезі. Ал біздің ауылға барам, бір 10-15 күндік демалыста барған кезде маған құрдастарым, ауылдағы жігіттер прикол істейді. Сендер өнер адамдар, театр адамдар, өнер адамдар, сендер микрофоннан артық нәрсе көтермейсіңдер ғой дейді. Сосын мен сол намысыма тиді. Сол осы Астанаға келгенде сондай бір күшті мүмкіндік туды да, мен соларға дәлелдеймін. Қазір фото, видео, чаттарға жіберіп барсам, ол кәдімгі қызығып қарап, мә сендер оказывается көтерді екенсіңдер ғой деп. Өнер адамдарды осындай деген сияқты бір ой қалыстырып жатыр. Өзі менің көзқарасымда солай болған, жалпы негізі ең біріншіде. Мыналарды қалай дайындаймын деген сияқты болды ма? Маған осындай ұсыныспен келді, ат мінейікші аға, осындай шаруамыз бар еді деп. Кел міндер жігіттер. Ат мінеміз деген жалпы адамдарға бетін қақпаймыз біз. Қалай қызықтар болған, Сәкеңмен жолықпай тұрған кезде бізде ат жоқ, сол кезде тұлпар ат шабары бар. Астананың бір тағы ат шабары бар, сол жерге барып арендаға ат алып, біз өнер адамдарымыз деп мінген кезде бірінші мінгеннен кейін бізді есік жауып кіргізбей қойған күндерде болған. Ойлаған жаңағы сіздер сияқты нәзіктер, бұлар қазір мінеді деп өтірік шабат та қайтады деп. Біз барып апыр топырын шығарып аттарын телетіп құлатып сөйтіп қайттық қой біз. Одан екінші күн звондасақ телефондарын көтермейді ол кісілер. Сөйтіп алла бағымызға қарай осы Сағиды, одан Ерғали Тоқабаев деген ағамыз бар. Сөйтіп 1-2 жігіт келіп маған осындай ұсыныспен, сосын аттарды алып шығып мініп, жаңа өз балаларым бар қасында шәкірттерім. Сөйтіп шығып ілесті. Стиль басқаша ғой енді. Шыны керек. Ілес деген құрамада бір бала бар да. Актер бала бар. Актер бала бар. Шашын өсірген. Шаш өсірген, неткен енді былай. Сөйтіп бір биіктеп атты бере салып оған. Бәрі не істейді, жай мініп қайтады ғой деп. Енді шықсақ әжептәуір өнерлері бар екен жігіттердің. Сөйтіп уже басқаша айналыстық та уже. Міне керемет бастама дейміз, жігіттер, өнерлеріңіз ары қарай жана берсін, қазақтың ұлттық спортын көрсете беріңіздер. Өнер азаматтарда қазақтың әрбір жігіт осындай білекті де, білімді жүректі екенін көрсетіп жүрсіздер ғой. Енді жалпы көкпаршы болу үшін қандай мінез керек жігітке? Қайтпас қайсар мінез керек, қорықпау керек, және де ол жерде арқаға тиген қамшыға төтеп беретін жігіт керек сияқты. Қамшыға тиген сияқты ғой, үйтіп тұрып айтты ғой. Ол жерде қасындағы ойыншылардың қамшысы емес қой, ол жерде сенің бапкеріңнің қамшысы тиюі мүмкін, ұйықтап қалады жаңағы. Ол жерде үнемі включенный болып жүру керек та, сәл ұйықтап қалсаң болды, онда бәрінен айырыласың, сондықтан да қасында жүрген бапкер үнемі арқасына қамшы салып оятып жүреді да. Сол қамшыны дұрыс жағынан қабылдап жаңағыдай жүру керек деп ойлаймын. Бірақ енді қанында қазақ деген қаны бар болса, қазақтың әрбір азаматы атқа отырып көкпар тартуға лайықты, оны бір қиындатып, жаңағыдай экстремальный ойын қылып қарап, олай не қылудың қажеті жоқ. Кез келген нәрсені профессионалдық деңгейде меңгеріп, адам өзінің шама шарқына қарай жұмыс жасайтын болса, кез келген нәрседе сақтық жасауға болады. Тамаша. Жігіттерге сәттілік тілейміз. Енді өнер жұлдыздары келгеннен кейін бір қонақ кеде сұрайық өздеріңізден. Таңғы дауыс деп айтайын, енді жаңғы дауыс деп айтпай қойын. Тамағымызды ашып та үлгермедік. Қандай ән? Қалқатайдың дауысай деген әнді айтып берейік енді кішкене. Сергет. Арадаймын аулыңда, қар
арман менен қарамайсың қасыңа барған менен халәулем-ай. Ойнамайын күлмейін десем дағы өтіп барат жас дәурен арман менен халәулем-ай. Тай бұрылдың шабысай, сәйгүліктің табысай, көкейімнен кетпейді-ай, қалқатайдың айдауысай. Аралаймын, бетер деймін ендеше, бетер деймін ағау. Осы бүгін көңлімді көтер деймін халәулем-ай. Осы бүгін көңлімді көтермесем ағау. Ойнағаным күлгенім бекер деймін халәулем-ай. Ей, тай бұрылдың шабысай, сәйгүліктің табысай, көкейімнен кетпейді-ау, қалқатайдың айдауысай. Тай бұрылдың шабысай, сәйгүліктің табысай, көкейімнен кетпейді-ай, қалқатайдың айдауысай. Рахмет. Тұлпарларыңыз сүрінбесін, шабандоздар шаба берсін, салым көп болсын дейміз жігіттер. Сәттілік сіздерге, уақыт бөліп келгендеріңізге керемет бастама, оңды болсын. Сіздерге де көп. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Біз сіздермен дүйсенбіге дейін қоштасамыз. Әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосулы болсын. Сау болыңыздар, бақытты болыңыздар.